где-то қой оның адамдар шошып кетер сосын шошып сосын ё-моё деп десін. И так-то он кейде бір сотрудниктер ана қағаздарды оқығанда олар қағазда жестко жазады ғой. До конца. Там қасақана аса қауіпті қайталану деген сияқты десін. Адамның ішкі дүниесін білмейді. Оларға просто-напросто мені шақырып алып, менімен сөйлессе, он убедиться етеді, что, оказывается, просто это аса қауіпті қайталану, это может мои поступки, которые я совершил. А сам по себе я не аса қауіпті қайталану есть. Я просто-напросто простой человек, добрый, как говорится. Сосын, қалай айтатын еді ана? Любой адамға деген всегда рад протянуть руку помощи там, в принципе. Даже если сам нуждаюсь в помощи, все равно мимо не пройду. Хотя бы добрым советом.